біздің қазақтың ұлттық өнерінің өлмей өшпей жалғаса беретінін куәсі. Мен жырауға бұл сыйлықты тапсырғаныма қуаныштымын. Көп рахмет. Ал өзіңіз оқып жіберсеңіз, жеңімпаз кім болды екен? Наурыз ұлттық сыйлығы Елмұра Жаңаберген. Елмұра Жаңаберген. Жырау, өнертану ғылымының кандидаты, Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры, көптеген республикалық және халықаралық байқаулардың жеңімпазы, сырдың ерке аруы атты терме толғаулар жинағы, өнерім өмірімнің өзегі атты кітабы жарық көрген. Ташкентте өткен халықаралық бақша жыраулар сайысының жүлдегері, республикалық дала дауысы композиторлар байқауының бас жүлдегері. Құрметті қалайық, мына Елмұраны мен 40 жылға жақын уақыт білемін. Қаршадай қыз бала күнінен осы аталарымыздың жырын жырлап келе жатыр. Өзінің әніне, сөзінің мәні, оған өзінің сәні үйлескен осындай әдемі қыз жырауға қошемет, құрмет. Жәнеке, бұның бір қызық жағдайы бар. Бұл Елмұра Манас қызы. Елмұраның әкесінің аты Манас. Мен Қырғыздан басқа халықтан 8 миллиард адамзаттан шыққан жалғыз манасшы жыршымын. Сондықтан Манастың қызына манасшы сыйлық тапсырып тұрғаны қандай әдемі деп ойлаймын. Неткен керемет, бұл белгілі емес қой. Құтты болсын. Армысыздар, қадірлі, бүгін мінекей үлкен ұлыстың ұлы күні әз наурызымыздың кезінде бас қосып жатырмыз. Мереке құтты болсын. Айлардың сұлтаны Рамазан айындағы ораза ұстап отырған барша халқымызға қабыл болсын дейміз ниеттеріңізді. Ал енді Баянғали ағам шынында да манасшы, Манастың қызына табыстап жатыр. Бұл енді жыраулық өнер ертеден келе жатқан, жабырқаған көңіліңді көтеретін, қазасын астарлы сөз көңіленген күймен естіртетін, ас тойын жырау жырсыз өткізбейтін, қазақ деген ділмар сөзге шешен, қасиетті ұлы халықтың жоғалмайтын көнермес ұлы дәстүрі. Осындай өнерді марапаттап, мынау сахнаның төріне шығарып жатқан біздің еліміздің басшыларына, қолдап отырған барша қазақ халқымызға мыңда бір рахмет. Алдарыңызда басын. Марапатыңыз құтты болсын. Маған алып кете жаздадым мен. Бұндағы Елмұраға берейін. Тағы да бір ауыз сөз айтқым келіп тұр. Енді қайта-қайта сахнаға шыға бермейміз, осыны пайдаланып. Бүгін енді осындай біздің сахнаның төрінде сіздердің сүйікті қыздарыңыз болуымызға әбден үлкен еңбек сіңіріп біздерді тәрбиелеген менің ұстазым, кезінде 1988 жылы 17 жасымда мен Құрманғазы атындағы консерваторияға оқуға түскен кезімде осы қыздан бірдеңе шығады, біздің қазақтың жұлдызы болады деген үлкен ұстазымыз Дүйсен Қурабайұлы Қасейінов ағамыз келіп отыр. Ағамызға бір жақсылап тұрып қол соғайықшы. Рахмет аға сізге. Осы ең бірінші дәстүрлі өнерді алғаш консерваторияда ашып, осы өнердің болмағына кафедра болып ашылып, үлкен қаншама әнші жыршылар тәрбиеленіп келе жатқанына ең бірінші ұйытқы болған ағамыз, мыңда бір рахмет сізге. Аман болыңыз. Көп рахмет. Жыраулық өнердің туын жықпай жүре беріңіз. Елмұрасын дәріптеген Елмұра апамыздың қызы салтанатта анасының өнер жолын жалғауда, ұрпақ сабақтастығы деген осы шығар енді. Сонымен сахнада халықаралық байқаулардың лауреаты Салтанат Ерсұлтан Елмұра Жаңабергеннің Қазағым толғауын орындайды. Қарсы алыңыздар.